Сәлеметсіздер ме? Берілген зерттеу жұмыстың тақырыбы Батыс Қазақстандағы бай шаруашылықтардың тәркілеу саясаты. Жұмыстанған Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Біржанқызы Тәмерис және Нұрлыбай Алия. 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы бай шаруашылықтардың тәркілеу саясаты барысында көптеген шаруалар атамекенін тастап, елден тыс ауа көшіп, көптеген алыс аймақтарға көшті. Олардың көбісі жол азабынан, аштықтан өліп қырылды. Ал елде алғандары ұжымдастыру саясатының азабына ұшырап, мал-мүлк күнкөрістің негізгі көзі болып келген мал-мүлкінен айырылып, 1932-33 жылдары аштыққа, жұтқа тап болып, сол науқанның құрбаны болды. Сонымен қатар, осы зерттеу жұмысымыздың мақсаты 1928-1932 жылдардағы Батыс Қазақстан облысында жүргізілген байлар және ауқатты топтардың тап ретінде жою туралы саясатының себептерін, салдарын, ерекшеліктерін, сонымен қатар өзіндік сипатын зерттеп, тарихи баға беру. Осы зерттеу жұмысымыздың міндеттері бай шаруашылықтардың тәркілеу шараларының себептері мен салдарын, ерекшеліктерін ашу, халық назарынан тысқа ұсталған материалдарды зерттеу. Батыс Қазақстан облысында байларды жеке меншіктерінен айырудың қатыгездікпен жүргенін көрсету. Дәстүрлі қазақ қоғамының күйреуін, ашаршылық пен босқыншылықтың саналы түрде жүргізілген саясат нәтижесі екенін нақты деректер ретінде дәлелдеу. Жаңағы Тәмерис айтып кеткен мақсаттарға жету үшін біз зерттеу барысында келесі сұрақтарды алдымызға қойған болатынбыз. Сол сұрақтарға жауап беру үшін біз Батыс Қазақстан тарихи-өлкетану мұражайының, сонымен қатар Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағатының деректерімен, мерзімді басылымдармен жұмыстандық. Ол деректердің қатарында бізде монографиялар, бақ материалдары болды. Олармен жұмыстану барысында салыстырмалы талдау, ой қорыту, сонымен қатар сұхбат жүргізу әдістері қолданылған болатын. Жалпы тәркілеу саясатының барысында 1928 жылы қараша айына дейін жүргізілуі керек болатын. Алайда іс жүзінде ол 1929 жылдың қарашасына дейін созылған болатын. 1928 жылдың 27 тамызында Қазақ-ССР ОАК комитетімен қабылданған қаулы бойынша 71 шаруашылық тәркіленді, ал Орал қаласындағы 11 облыстан 66 шаруашылық тәркіленуі тиіс болатын. Бұл 71 шаруашылықтың байлары әртүрлі аудандарға, Қызылорда секілді шөлейтті аудан аумақтарға қоныс аударылған болатын. Олар көшу барысында көптеген жолдың азабына, аштыққа ұшырап, көптеген қиындықтарды бас кешті. 1930 жылы 30 қаңтарда жаппай ұжымдастыру аудандарында кулак шаруашылықтарын жою туралы қаулы қабылданды. Қаулының барысында мал-мүлік, сонымен қатар өндіріс құралдары, тұрмыс және баспана құрылыстарын, азық, сонымен қатар жем-шөп, мал басын тәркілеу және жою туралы нұсқаулар берілген болатын. Қаулы ешбір дайындықсыз жасалған болатын. Осы қаулыға байланысты 5 ақпан күні бірден сол бойында тәркілеу басталып кетті. Осы аймақтың байларына және ауқатты топтарына келген тәркіленуге қарсы саясат жүргізілген қуғын-сүргіншілерге байланысты ауылдардың күйі нашарлай бастады. Сонымен қатар өндіріс, сонымен қатар ауыл тауарлылығы да өзі күрт азая бастайтын. Сонымен қатар мал басы және егіншілік жерлер жойыла түсті. Жалпы қорытындылай келсек, зерттеу жұмысы барысында біз келесі тұжырымдамаларға келдік. Біріншіден, осы бай шаруашылықтардың тәркілеу саясаты кеңес үкіметінің отырықшыландыру саясатының негізі құралы болып табылды. Тәркілеу барысында көптеген заңсыз шаралар қолданылған болатын. Тәркілеу саясатының салдарлары көптеген көшпелі және жартылай көшпелі аумақтардан көрінді. Сонымен қатар, осы тәркілеу саясаты қазақ халқының дәстүрлі тұрмысына, шаруашылығына, үлкен шаруашылығының күйреуіне алып келді. Және соңғы тұжырымдамамыз ол Орал облысындағы халықтың 20%-ға кемуіне әкелген болатын. Назарларыңызға рахмет.